қаласы қымбатты телекөрермен, бүгінгі бағдарламаның кезекті қонағымызбен таныс болсақ. Дүйсенова Нұрила ханым, Қызылорда қаласы сот әкімшісінің басшысы. Нұрила ханым, бағдарламаға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Өте керемет. 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын сізді. Рахмет. Жалпы Нұрила ханым, сот саласы қызметіне қашан және қалай келдіңіз? Еңбек өтіліңіз қандай? Сот саласына негізі өзімнің бала күнімнен, жас күнімнен арманым осы заң саласында жұмыс жасау болатын. Және сол мақсатымды іске асыру үшін Алматы қаласында жоғары оқу орнында оқыдым. Ол кезде Киров атындағы, қазір Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде заңгер мамандығы бойынша білім алдым. Университетті бітіргеннен кейін жаңағы жолдамамен дейді ғой, жолдамамен мекемеге барып заңгер қызметін атқардым. Заңгер қызметін жасап жүріп тұрмыс құрдық. Одан кейін тағы да 1-2 мекемеде заңгер қызметін жасап жүрдім. Дегенмен өзім осы сот саласына өте қызығушы едім. Сол себепті сот саласына жұмыс жасау үшін ең алдымен ол кезде Сырдария ауданы, қазіргі Тасбөгет кентіндегі аудандық сотқа барып, ол кезде сот орындаушылар әр сотта өздерінде жеке-жеке болушы еді. Мысалы, Сырдария аудандық соты болса, Сырдария аудандық сотының сот орындаушылары болатын. Мен қызметімді сол Сырдария аудандық сотында сот орындаушы қызметінен бастадым. Жалпы еңбек өтілім 35 жылдан асатын болса, сот саласында 29 жылдан асып тұр осы кезде. Енді қазіргі қызметіңіздің нақты міндеттері қандай? Ол қазіргі қызметім Қызылорда қалалық сот әкімшісінің басшысы болып табылам. Ұжымда 25 мемлекеттік қызметкер бар. Сот әкімшісінің міндеті сол мемлекеттік қызметшілердің әрқайсысының қызметтік міндеттемелерін анықтау, бекітіп беру және олардың өз қызметтік міндеттемелеріне сәйкес жұмыстарын атқаруын, талапқа сай атқаруын, мемлекеттік қызметшінің әдеп кодексін, басқа да нормаларды сақтауын, сотқа келген әрбір құжаттың орындалуын бақылау. Ол әрбір құжаттың артында тұрған әр адамның тағдыры болғандықтан, әр құжатқа сапалы, тиісті жауап беру, және сол соттың басқа да жұмыстарын ұйымдастыру, мемлекеттік қызметшілердің жұмыс уақытын есепке алу, ол жөнінде есеп беру, және басқа да материалдық техникалық қамтамасыз ету бойынша көптеген жұмыстар атқарылады. Жалпы қызмет барысында құжатты қабылдау, тіркеу процесі қалай өтеді? Өздеріңізге белгілі, қазіргі заманда жаңағы электрондық жүйеге көшіп жатыр барлық мекеме. Бізде де сондай тіркеу жұмыстарының барлығы қазір бізде электронды түрде жүргізіледі. Бізде сот кеңсесіне келіп түскен әрбір құжат судьяның ары қарай іс қарауына, істі сапалы қарауына әсер етеді. Сол себепті біздің жұмысымыз өте жауапты болып табылады. Құжаттардың барлығы қазір бізде электронды түрде келіп түседі сотқа. Әрине қолма-қол келетін құжаттар да болады. Оларды тиісті өзінің тәртібімен қабылдап аламыз, тіркейміз. Оның барлығы тиісті ережелерде тіркеу мерзімі, тіркеу тәртібі, тіркемей кері қайтарған жағдайда қандай жағдайларда кері қайтарылады, олардың бәрі тиісті ережелермен бекітілген. Менің негізгі жұмысым сол ережелерді сақтай отырып, сол жұмыстарды тиісті атқару болып, соны бақылау болып табылады. Өзіңізге белгілі, бүгінде цифрлы Қазақстан биылғы президенттің жолдауында ол нәрсе көтерілген болатын. Жалпы сіздердің қызметтеріңізде цифрлық жүйе қалай енуде? Қалай жұмыс жасап жатыр? Сот саласы негізі цифрлық жүйеге көшіп бастағанына біраз уақыт болды. Біз 2007 жылдан бастап жаңағы бірыңғай ақпараттық жүйемен, электрондық ақпараттық жүйемен жұмыс жасаған болатынбыз. Одан кейін 2016 жылдан бастап төрелік ақпараттық жүйесі қолданысқа енгізілді. Ол сот саласындағы өзінің арнайы жүйесі болып табылады. Бұл жүйеде құжаттардың барлығы электронды түрде тіркеледі, электронды түрде істер қарау үшін электронды түрде түскен құжаттардың бәрі электрондық есептік ақпарат құжатына тіркеліп отырады. Сол электрондық құжат арқылы судьялар іс қарайды, шешім шығарады, шешімнің бәрі электрондық
түрде енгізіледі. Енді цифрлық жаңашылдықтар ол сот жүйесіндегі ең қазіргі мақтанатын жағдай болып тұр бізде. Себебі сол төрелік ақпараттық жүйесіне көшкен жылдардан бастап сот кабинеті деген жүйе қолданысқа енгізілді. Оның бір жақсы тиімді жері әрбір азамат сотқа шағымданушы немесе сотқа басқадай өтініммен келуші міндетті түрде сотқа келмейді, қолма-қол құжатты әкелмеуге болады. Сот кабинеті деген функционалға тіркеле отырып, тіркелу үшін тек қана электрондық цифрлық қолтаңба керек. Сол арқылы тіркеле отырып, сотқа тиісті құжаттарын, талап қоюын, іс қарау үшін басқа да арыздарын, өтінімдерін үйдегі компьютерден немесе өзінің қолындағы ұялы телефон арқылы жолдап, оны жолдап қана қоймай, ары қарай ол тіркелді ма, не болып жатыр, әрбір жасалып жатқан әрекет жөнінде хабардар болып отыра алады. Және сот кабинетімен жолдағанның бір жақсы тиімділігі сотқа шақыру қағаздары, немесе сол іс бойынша басқа тараптан немесе басқа қатысушылардан түскен құжаттарды, қандай құжат келіп түсті, не жөнінде, сонымен тікелей танысып отыра алады. Сот арқылы жолданбай қалып жатқанның өзінде өздері тікелей көріп біліп отыра алады. Енді Нұрила ханым, жалпы сот қызметінің мамандарына қандай талап қойылады? Сот қызметінің мамандарына негізінен заңгерлік білім болса, және сот қызметі өздеріңізге белгілі, ол тек қана білімді, жан-жақты эрудицияны ғана қажет етпейді, ол адам тағдырына көңіл бөле алатын, өзінің әрбір алдына келген адамды түсіне алатын, өзінің мамандығы тұрғысынан тиісті қойылған сұрақтарға тиісті тәртіпте жауап бере алатын азаматтарды қажет етеді. Өте керемет. Енді Нұрила ханым, мереке қарсаңында өзіңіздің бір жылы, бір ауыз тілегіңізді жеткізсеңіз біздің телекөрермендерге. Рахмет. Мереке, осы келе жатқан мереке құтты болсын. Біздің сот саласында негізінен қызмет атқаратын судьялар болсын, қызметкерлер болсын, көпшілігі әйел адамдар. Сол себепті мен ол кісілерді осы қызметтерімен құттықтаймын. Және өздерінің алдында тұрған осындай бір жауапты, әрі жігітше қайсарлықты қажет ететін қызметте үлкен табыстар тілеймін. Жақсы, сізге де рахмет Нұрила ханым. Сізге де әйел бақытын, ана бақытын, әже бақытын тілеймін. Еңбегіңіз ақтала берсін. Қымбат телекөрермен, келесі кезекті бейнебаянға береміз.